Жалпы адам баласы ерте заманнан бастап отты пайдаланды. Отты өшіріп алу ол өліммен тең болған. Кейін отты жағу тәсілдерін адамдар өздері үйреніп алды. Содан бері от адамзатқа қызмет етуде. Қазақтар айтады: "Қорықсаң от жақ, қарның ашса от жақ, тіпті жарасаң да от жақ" дейді. Иә, жарық та жылуда беретін от. Қазақ халқы отты қатты қастерлеген. Күн алланың оты, ошақ адамның оты деп босқа айтпаған. Сол себептен тыйым сөздерінде былай делінген екен: отты аттама, отқа түкірме, су шашпа, ошақтан аттама деген тағы басқа отқа теңеулер бар. Бразилияның бір ертегісінде былай дейді екен: от шыдамсыз, не лақтырсаң да менікі деп бермей, күлге айналдырып жұтып қояды. Оттың қолына түскендер қара күлге айналады екен. Сонда от былай дейді екен: егер мені дұрыс бақыламасаң, менімен дос бола алмасаң, барлығын жайпап күл қыламын. Мені ешкім тоқтата алмайды, себебі мен шапшаңмын, тезбін. Шалқып кетсем тоқтату қиын, сондықтан менен қорқыңдар деген екен. Менімен тек ақылды, өжет, батыр, жауапты адаммен ғана дос боламын, менімен ойнама дейді. Иә, бұл өте тамаша жазылған ертегі екен. Қазақта да дәл солай ескертулер бар екенін аңғарсақ. Мысалы, отпен ойнама, шалқытпа десе, тілек айтқанда шырағың жансын балам, шырағың сөнбесін, күнде жарқыра деп айтып жатады. Еркелеткен кезде біз шырағым айналайын дегенді жиі естиміз. Қазіргі кезеңде байқасаңыздар, өз салт-дәстүрімізге, әдет-ғұрпымызға қайшы келетін шетелдік қадір-қасиеті жоқ шірік дүниелері жастар арасында белең алуда. Мысалы, туған күніңмен деп бетіне торт жабыстыру, немесе торт үстіне майшам қойып, оны үрлеп сөндіру қазақ қоғамына жат нәрселер. Сонда қазақтың заманнан заманға келе жатқан шырағың сөнбесін, ұрпағымыз үзілмесін, ошағымыз сөнбесін деген аманатына қайшы келмек қой. Нан үстіне от қою, нанмен ойнау, отты үрлеп өшіру қазақ үшін ең жаман ырым болып саналады. Айналайын қазағым, ақылдымызды айтып, мынадай жаман, тәртіпсіз, тәрбиесіз дүниелерге жол бермейік. Ата салты ол аманат. Шырағыңыз сөнбесін, ошақтарыңыз отты болсын, шаңырақтарыңыз биік, босағаларыңыз берік, керегелеріңіз кең болып, еліміз аман есен болсын. Қазақтығымызды жаңғыртайық ағайын.